сырттан келетін банағы әлгі мынау пластик анау мынау бәрін тоқтатуымыз керек. Жанармай жеткіліксіздігі. Машина 1 литр жанармай жағу үшін, бензин жағу үшін 3 литр оттегін жағып жібереді. Енді экология мәселесіне бей-жай қарамайтын қоғамды қалыптастыру үшін не істеуіміз керек? Әр үйде бір машина болса, енді бұрын 3 машина болса, енді 15 машина. Билеп жатқан ешкім жоқ. Ешкім жоқ, оны қызықтырбайды. Неге біздің үйлер қымбат? Қайырлы күн, құрметті көрермен, бұл Алшы интеллектуалды сұхбаты. Жүргізуші мен Дана Садырхан. Бүгін бізде қонақта техника ғылымының докторы, профессор, автокөлік бойынша арнайы маман Жұмажан Жаңбыров. Аға, қош келдіңіз. Рахмет, шақырғандарыңызға Алла разы болсын. Енді Алматы әсем табиғатымен, ғажайып көркімен, биік тауларымен ерекшеленетін мегаполис. Бірақ кейінгі жылдары адамдардың экологиялық мәдениеті, ауаның ластығы, көліктің көптігі біздің осы көз тартар табиғатымызға кесірін тигізіп жатыр. Енді жалпы осы Алматы қаласының бүгінгі экологиялық ахуалын қалай бағалайсыз? Қаладағы ауаның ластану деңгейі кейінгі жылдар қалай өзгерді? Бұған айтар сөз жоқ. Қазір біздің Алматы қаласы дүниежүзі бойынша ең алғашқы ондыққа кіретін лас қала. Даже мына 20-15 миллион адамдар тұратын Қытайдың қалалары ондайдың бәрінен құтылды. Өйткені біздің, бана айттым, бұл кешенді мәселе. Ең қарапай машинадан бастап, мына тетістің машинаның саны көбейіп жатыр, тетісіміз сол баяғы көмір жағып жатыр. Ал қаланың бұрынғы 3-4 этажды үйдің орнына 15-20 этаж үй салып жатырмыз. Егер де машина 1 литр жанармай жағу үшін, бензин жағу үшін 3 литр оттегін жағып жібереді. 3 литр. Біз, мысалы, үлкен адамдар жылына 400-450 литр таза оттегі жұтуың керек денің сау үшін. Қазір күніне қалада 600-дей тұрақты машина бар тұрғындардың, 400-дей сырттан келеді, миллиондай машина. Енді есептеп қараңыз, қанша біз немен демалып отырмыз. Бұл бір факт. Екінші факт. Мысалы, мен жоғары жақта жер үйде тұрамын. 10 сотық жерім бар. Қазір соның 10 сотықтарды сатып алып, 3 учаскінің орнына 30 неге бұрын 3 үй тұратын болсақ, енді 3 этаждан салғанда 12-15 адам семья тұратын болды. Енді есептеп қараңыз, бұрын бір семьяда орташа 5 үйде есептесек, біз 3 үйде 15 адам тұрдық. Енді 4-5 есе 20, 35, 45, 50 адамдай тұрады. Бұрынғы 15 адам өмір сүрген жерде енді 50 адам өмір сүреді. Өзіңіз есептеп ойлап қараңыз көз алдыңызға. Екінші мәселе. Әр үйде бір машина болса, енді бұрын 3 машина болса, енді 15 машина. Сол жерде. Барлығы қарапайым нәрсе. Оны бірақ есептеп жатқан, оны етіп жатқан. Елеп жатқан ешкім жоқ. Ешкім жоқ, оны қызықтырбайды. Бұл жерде енді айта кету керек. Біз бәріне мынау жауапты қызметке келетін адамдар, әрі кетсе 3 жыл, әрі кетсе 4 жыл отырады, бүгін бар, ертең жоқ адамдар. Неге мына Қытайда, мына басқа Америкаларда, мен Европада көп болдым, тап-таза. Өткені әрбір жылма-жыл мерлері, қаланың әкімдері біздіңше жылма-жыл есеп береді, болмаса жұмыстан алады да қояды. Бізде ондай құқық жоқ. Сондықтан бұның бәрі, мен өз ойым, бәріне өзіміз кінәліміз. Біз үндемейміз. Жоғары жақты қарапайым ғана, мен құрылыс компаниямда болды, көлік компаниямда болса Алматыда, құрылыс компанияның жағдайын сізге айтып кетейін. Неге біздің үйлер қымбат? Қараңызшы, қазір біздің Горнегандта 1 шаршы метр 1,5 миллионнан 2 миллионға дейін барады. Ол қайдан шыққан баға? Өткен әрбір арматура, әрбір цементтің бәрін сырттан аламыз. Яғни біз ол туындыларды шеттен алған сайын, ол қымбаттай түседі. Қымбаттай түседі. Өйткені ең сорақысы, біз солар жасайтын шикізатты біз оларға сатамыз. Былай ойлап қарасаң, ақылға сиятын емес.
Иә, өзіміздің затымызды өзіміз сатып аламыз, былайша айтқанда. Міне қазір соңғы мәлімет бойынша, егер жаңылмасам, сырттан алатын тауарымыз где-то 240 миллиард доллардай. Енді біз Қытайдан сіз шикізат алып көрдің бе? Құттай болса да упаковкаға салып, әр нәрсесін былай жылтыратып береді, рас ғой. Суды да біз шетелден сатып аламыз. Әне Израильдің адамды жігіттері күледі. Мынандай жерде отыр, бәрін не болды сендерге деп. Енді мен бана өзің өткенде қатынастың Тұран халықаралық қоғамдық ғылыми орнап жатыр. Соның саласында мен қазір кеше біз сөйлестік, адамдар жинады, менде команда бар. Мынау логистика деген білесіз. Логистика мынаның бәрін ұйымдастырушы. Өйткені біздің жеріміз өте кең. Мысалы, Бақанастан бір 2 малды семіртіп алып келіп Алматыға сатсаң, бақа әкелгенше, мына базарға кіргенше, ана 2 есе қымбаттап кетеді. Одан арзанға тиімсіз. Сондықтан әлгі басқалар барады, арзан бағаға сатып алып, мында келіп сатады. Ал енді не істеу керек? Онда логистикада мынандай не бар, заң бар. Қосымша құндылық деген бар. Яғни сен сойдың ба, сол жерін дайындап, бәрін упаковка жасап, әкеліп, дайын столға түсетін еғылып жасау керек. Оны жасайтын еш жерде ондай жоқ. Мысалы, мен 89 жылы бастадым. Талдықорғанда, Ақсу районына. Жаңа қоғам жерлегенде бар, мал соятын жер, инфраструктурасы жасадық, жол тарттық, үй салдық. Мен анау Италиямен, сосын анау немен Германияның ученыйларымен производитель оборудование бәрін жинадық. Ең соңында холодильник оборудование алғанда ақша жетпепті. Мен Назарбаевтың қабылдауында болдым, президенттің. Сонда айттым. Ол кісі білетін. Оның кейбір нелеріне, мынау мысалы, мына біз мал соямыз ғой. Қазір мысалы ораза уақытында әлгі құрбан айттарда қарасаң, шек қарнында тазаламайды, лақтыра салады. Ал оның мен капитан айналысқан сонша малдың сүйегі түгіл, ана тұяғы мен мүйізі мынау Қытайлар порошок жасап фармацевтика пайдаланады екен. Бәрін жасадым ғой. Соны Назарбаев көріп, 89 жылы. Халықаралық, мына балуаншылықта халықаралық мал шаруашылығы 89-дан көрме болды. Сонда мен 3 патент алған құрал адам көріп, соны шетелдің адамдар көріп тұрғанда Назарбаев кіріп келіп, мені көріп сөйлесіп, өзіне шақырып сөйлесіп, сонда айтқан. Бірақ ол жоба іске асты ма негізі? Аспаған, ақша жетпей қалды. 91 жылы ақша өсіп кетті. Мен соны Назарбаев қабылдауында болғанда, ол Қажыгелден үкімет басқаратын, соған тапсырма берді, министрдің өзінше. Үркімбаев деген ол министр болды, экономика қайтыс болып кетті ғой деймін. Мына 5 миллион японский не болды, инвестиция келе жатыр, мына проектіге берді. Алла акбар берген жоқ, шайдан кейін өзі жоқ болып кетті. Ол қазір қалды. Жеткіліксіздігінен енді іске аспай қалды. Неге оны айтып отырмын? Қазір инвестиция соған салу керек. Біздің балдары, жастарымыз не ішіп, не қойып жүр? Мен қайда жүрегім ауырады. Бізде кеше оның алдында бізде ұлы дала логистикасы деген халықаралық конференция өткіздік бір Тұранда. Сонда Салтанат деген келіншек, атының фамилиясын ұмытып отырмын, Сағадиевтің университетінен доктор наук, профессор, өздерінің сияқты жас келіншек келді. Мынау біздің ұлттық менің логистиканы, қазақтың логистикасы. Өзің білесің, біздің қазақ көшпенділейді. Енді қараңыз. Көшпегенде машина жоқ, пойыз жоқ, мал түйемен, жылқымен жүреді. Бірақ жерге қонады, тамақтар бар, су бар, ешкім ештеңе сұрамайды, асхана жоқ. Енді сұрақ туады, қалай соны ұйымдастырды? Көрдіңіз бе? Анау неде, Чукотка жақта қатты суық болғанда, мына жердің астындағы жылу бар ғой, терминал дейді. Содан алып үй жылытады. Онымен айналысқан мен. Оны зерттей келгенде, біздің қазақтар баяғыда, мен өзім әкем мал баққанда, киіз үйде отырамыз, іргеге, есіктің жанына шұңқыр қазып, айранды соған жерге қояды. Бұзылмасын деп. Ол, оказывается, плюс 7 градус постоянно тұрады екен. Қараңыз, ешқандай университет бітірмеген.
ешқандай ғылыммен айналыспаған біздің ата бабаларымыздан қалған әдет ғұрып, біз соны қазір жаңартуымыз керек. Қазақтың ұлттық логистикасын жасарту үшін, өйткені соның бәрін көтеруіміз керек, қайта қарауымыз керек. Әйтпесе болмайды, мына үйімізбен балдарымыз, жап-жас балдар ауру. Ал аға, енді экология мәселесі мегаполис үшін қаншалықты қауіпті деңгейде? Жалпы табиғатымызды тазарту үшін ең әуелі қандай қадамдар жасалуы керек? Осы Алматының тұрғындары үшін жаны ауыратын, бас ауыратын үлкен проблема мәселені қозғап отырсың. Бұл жерде мен бана шет жағасын айттым, бәрі өзіміздің кесірімізден жасалып отқан нәрсе. Өйткені біздің Алматының орналасқандай несі, былай табиғи несі керемет, оған кінә жоқ. Бірақ біз өзіміз мынау қателесіп отырмыз. Қазір соңғы мәліметтерге қарағанда 60-65% мынаның несі Алматының көліктерден келеді дейді. Мен мына шет жағасын айтып кеттім. 600 қаланың өзінің ішінде болатын болса, 400 сырттан келеді. Соның бәрін несі есептегенде бір сағатына жаңылмасам 42 грамм әлгі жанар жағармай зиянды ол шығарады екен. Енді оны 8 сағатқа көбейтіп, миллионға көбейтсеңіз, бірнеше тонна болып кетеді. Сондықтан біздің билік бұнымен жасап әртүрлі іс-шара қолданып жатыр. Бірақ мен бұларға баяғы Иманғалиға да айтқанмын, сіздер Тасмағамбет әкім болғанда, сендер салдарымен күресесіңдер, салдар емес, себебімен күресіңдер. Неге олай болып жатыр? Неге? Біз қазір ана рельссіз көлік ЛРТ, сосын әлгі рельспен ЛРТ дейді, рельсіз БРТ дейді. Екеуін әкеліп Рысқұловаға желтоқсанға саламыз дейді. Оның қаланың ішіне ештеңе керек жоқ. Бауыржан Байбек ана трамвайды бұзып бүлдіріп кеткен жетеді сол. Сол жерде мен Европада командировка болғанмын. Брюссельде болғанда сол ескі трамвайларды заманауи жасап 2 вагонды, 3 вагонды жібергенде мен Алматыға келсем, біздің металлоломға тапсырып жатыр. Енді электромобиль мода қылып шығарып жатырмыз. Бірақ оның бәрі болашағы жоқ нәрсе. Болашағы жоқ. Уже ол жерде біз қазір мұнайымыз бен газымыз сатып, бензинмен, газбен жүріп жатырмыз. Енді анау нету үшін жердің редкоземельный дейді ғой, аз кездесетін біздің менделейтін несіне өткен жерімізде сақтаған бәрін қопарып, оны сатып, біткеннен кейін сосын отырамыз, қайта түйемен атқа мінеміз бар болса. Енді сарапшылар бізде ауаның 65-70% осы көліктерден шығатын зиянды заттардан дейді. Сіз бұл статистикамен келісесіз ба негізі? Келсем. Өткені мынандай шаруа. Мен Алматыда тұрғалы уже 50 жылдай болды. Ұдайы мен көлікпен жүрем, міндетті түрде ана воздушный фильтр дейді, ауа фильтрі, міндетті түрде айырбастайсыз, жылына бір рет. Машинаның. Анау жаңа бензиннің фильтрінен де айырбастайсыз, майдың мынаны да айырбастайсыз. Яғни адам түгіл, машинаның өзі сорғанда ана қап-қара болып шығады. Ал адам, сенде фильтр жоқ қой, бәрі ішке кетіп жатыр ғой. Иә. Танауыңның бәрін кетіп жатыр. Неге біз қазір ана астматиктер көп? Неге ана тері ауруы көбейіп кетті? Ал электромобильдер мен қоғамдық көлікке көшу бұл мәселені жеңілдете ме? Электромобильдің болашағы өте қауіпті. Электромобильге көп жолаудың қажеті жоқ. Өйткені оны ол жерде бана ең қымбат, аз кездесетін заттар керек, материалдар керек. Даже аккумулятордың өзін біткеннен кейін сен оны сақтай алмайсың. Ода жерге төге салатын нәрсе емес, оның зияны жетеді, не береді? Радиация береді. Кері реакция береді. Кері радиация. Сондықтан оның бәрі болашағы жоқ. Мен ана по пунктным анализ жасадым, зерттедім, оны қазір бүкіл болашағы жоқ болғандықтан көп бас тартып жатыр. Екінші мәселе, бұл мәселеде мынандай шаруа. Мен өз ойым, даже студент кезінде мен соны ойлағанмын. Мына Алматының экологиясын қалай сақтауға болады? Сол бана айттым, 18-19 жылдар мен Европада болғанда, Брюссельде бардың ба, барған жоқсың ба,
10-12 адам айдайтын велосипед бар. Еске түсір, былай көз алдыңызға естіп, Иә. мен фотоға түсіріп бәрін алып келіп, студенттеріме айтқам, давай жасай осыны. Неге оны студент кезімде ойладым? Өйткені біздің Алматы дөңес қой. Бұда қарай ешқандай ештеңе жоқ, үлкен кісілер бар, басқасы бар, гимнастика жасап түседі да. Бір жағынан денсаулыққа пайдалы, бір жағынан экологияға Ал пайдалы. жоғары жақ енді қиындау. Ал ол кезде мысалы кетіп бара жатқанда генератор қойып, аккумулятор қойсаң, аккумулятор зарядка сол зарядкамен жоғары көтеріліп кетесіз. Сонда бізде қазір электромобильдер, мынау электр энергиясы өзімізге жетпей жатыр. Ертең далаға шығып көр. Қайдан бітіп қалса не істейсің? Далада қаласың. Мен саған бір ғана мысал айтайын. Даже мен неге Жаркент жаққа демалысқа барып, байқамай қалдым, жолда заправка жоқ екен. Мына заправкаға бардым, қайтар жолда жасайын десем, еш жерде заправка жоқ. Жанармай жеткіліксіздігі. Ең қарапайым. Иә. Ана АЗС-тер тұр, пункттер тұр. Бірақ саған керегі бензинім жоқ. То есть сондай жағдай болғанда электромобильмен сен тек қана қаланың ішінде жүресің, былайша шыға алмайсың. Жанармай деп қалдыңыз, енді қаладағы осы ескі көліктер мен жанармай сапасының әсері туралы не айтасыз? Бұл жерде ескі көлік, жаңа көлік дейтін бөлудің қажеті жоқ. Оны Ресей ғалымдары зерттеді. Бізде айтады ғой, ескілерді тоқтатамыз, жаңадан больше көп зиян келеді ескіден гөрі. Неге? Қазір жаңада ана жасалған машинаның құрылғылары, мына материалдары көбі мына қолдан жасаған құрама нәрселер. Бұрынғылар таза металл болса, таза резина болатын, қазір құрама. Олар немен қалай реакция беретінін Құдайдың өзі біледі. Сондықтан ескі машинадегі не болмаса, екеуінің айырмашылығы ешқандай жоқ. Даже мынадан одан да жақсы жұмыс істейді. Одан да жақсы, таза істейді. Айтып отырмын ғой. Олар мысалы өзің қазіргі машиналар көрсең, қолдан жасаған құрама пластика ма, кузовтар сондай. Бұрынғылар таза металл болатын. Ішіндегі детальдар да сондай болатын. Қазір ондай жоқ. Өзің күнделікті жеп жүрген тамағың сияқты ғой. Анамнан құрастырған. Иә, ана жерден алған, мына жерден алып құрастыра салған дүние ғой. Енді ғалымдарға экология мәселесін шешу үшін грант бөлу бастамасын құптайсыз ба? Мәселен, Алматы әкімдігі биыл бір жылға бір жобаға 34 миллион 800 мың теңге қаражат бөліпті. Бұл қомақты сума қандай бастамаларға жұмсалуы тиіс? Мен ол жағын қандай есеппен сомасын білмеймін, бірақ ол экология мәселесіне келгенде бұл мен өз ойым аз деп ойлаймын. Өйткені Алматының ішінде бір Әл-Фараби, мынау достықты, мынау Төменжар Рысқұлов, Ташкентскийлерін зерттеу үшін, анау Наурызбай жаққа нету үшін, оған бір 3-4 адам ештеңе істей алмайды. Ол үшін, мысалы, бізде мүмкіндік бар. Біз алсақ, мысалы, студенттеріміз бар, магистранттарымыз бар. Бір көшеге 2-3 адам қойып қойсаң, әр точкадан есептеу болады. Мысалы, сен өзің алсаң, бір 4 адаммен не істейсің? Түк түсе алмайсың. Көп болса бір 2 көшені тексересің. Ол деген комплекс қой, кешен нәрсе. Сондықтан бұның сомасы негізі аз. Мен айта кетейін, Атырауда мен 3 айда қоғамдық көлігін даму концепциясын жасадым. Оны жасау үшін бүкіл 34 маршрут бар екен, бүкіл 34 маршрутын сол жердегі студенттердің өзім Атырауда қаласын ректорына барып, студенттерді алып, мұғалімдерді алып, бәрін жасап, от тексеріп шықтық. Қай жерде не болып жатқан? Қазір ютубта менен сұхбаттар, менен бәрі жатып жүр. Даже қанша ақша қалтаға кетеді, қанша ақша қалатынына да есептеп бердік. Соны жасап бердік. Сонда 20 миллион төледі 3 айда. Мынау 12 айға 34 миллион ол аз дейсіз ғой. Өте аз. Енді өзіңіздің дайындап жатқан жобаңыз туралы айта кетсеңіз, бұл байқаулардың тиімді болу үшін жалпы қандай талаптар қойылу керек? Жалпы бұл біз қазір, мен егер осы қазір дайындап жатырмын, дайындағанда ең бірінші мәселе бізге мынау ұсынатынымыз, бағана айттым, көп ақша шығармай, әкімшілік ретпен қалай реттеуге болады, әуелі содан бастау керек. Бір қалыпқа түсіріп алуымыз керек. Одан кейін ары қарай оған мысалы мен бағана айттым, негізі
мынау сырттан келетін көліктерді тоқтатуымыз керек. Бір. Екінші, мынау қоғамдық көлік мәселесінде үлкен проблема бар. Ол жерде енді мен өздерің сіздер журналист ретінде, тілші ретінде біліп жүрсіздер ғой, мынау қаланың сыртындағы 1000-нің үстінде тұрған автобустар. Оның бәрі бизнес. Ол қай жылдары, мен одан 5-6 жыл бұрын сол тұрған автобустардың 3 жыл 4 жыл тұрған автобустар, соның өзін пайдалануға да болады. Керемет қылып жасауға болады. Бірақ ешкімге ештеңе керек жоқ. Бізге неге қазір 3-4 жыл сайын бір 500 автобус шығарыпса, 500 автобус алып тиімді. Сондықтан бұл жерде бәрі, қайталап айтайын, бәрі биліктің қолындағы нәрсе. Алып баратын ештеңе жоқ. Бұның бәрі біз өзіміз жауапсыздықтан сондай бір жасап отырмыз. Душар болып отырмыз ғой. Иә. Енді экология мәселесіне бей-жай қарамайтын қоғамды қалыптастыру үшін не істеуіміз керек? Ол үшін бәрі қазақ айтады, тәрбие тал бесіктен дейді. Мына кішкентай балдарымыздан қазір шемшінатта көшеге лақтырады, анауын былай лақтырады. Содан бастауымыз керек. Өйткені әрбір адам жауапты болмай, соған тәрбиеленбей болмайды. Сіз қараңыз, мусор. Полигонды бар көрдіңіз бе мусордан? Әрбір ауылдың полигонын көрдіңіз бе? Сіз бұрынғы біздің ата-бабаларымызды қай жерден полигон көрдің? Бір нәрсе қалмайтын, бір нәрсе. А бізде қазір не болып жатыр? Алып, мына Қытайлардың бәрі соны қайта өңдеп, соны материалсап, бізге әкеліп қайтып сатып жылтырады. А неге біз оны жасамаймыз? Ол үшін сырттан келетін банағалге мынау пластик, анау мынау бәрін тоқтатуымыз керек. Біздің үлкендер пластиктен тамақ ішкен жоқ. Олар ағаштан ыдыс-аяқ жасайтын. Қайталап айтайын, біздің ата-бабаларымыз не қылған данышпан дейсің? Бәрі табиғатпен үндес. Олар ең бірінші жер ана деп босқа айтпаған олар. Бізді асырап отқан жер. Соған құрметпен қарасаң, өз анаңдай қылып қарасаң, сонда сен қазіргідей әлгі түкіріп жасамайсың. Бізде қазір қаланың сыртынан полигонға барып көр. Оның жанында целый бір ауыл қазақтар күн көріп жатса полигоннан. Мен осымен айналысқанда, бұдан 7-8 жыл бұрын Тастақта бір семьяны таптым. Үлкен жай мусор жинап қойған ауласында. Сосын мен сұрап білдім, мынау не істеймін? Әйел, күйеуі аварияға түсіп 2 аяқтан сынған, 2-3 баласы бар. Сол анау көрші бес-этажды үйлер ғой, солар мусор мынаған әкеледі, соны сортировка жасап, соны сатып, семьясын асырап отыр. Міне. Жоқтан бар жасап отыр ғой. Жоқтан бар жасап отыр. А біз лақтырамыз, өйткені бізде бар, керек жоқ. Сондықтан бұның бәрін соңғы күнің сияқты бәрін қадағалайтын болатын болсаң, бәрі біздің өз қолымызда. Бәрін өзіміз білдіріп отырмыз, жасыратын ештеңесі жоқ. Сондықтан біз балаларға, мен мысалы студенттеріме ұдайы айтамын. Әрбір сағаттың, әрбір күннің есебін біл. Мен кеше ғана доп ойнап шауып жүрген адаммен 70-ден асып кеттім. Қасқағым сәт. Үлгермей қаласың. Сол сияқты, ана жерді лақтырып кеттің бе? Ана жерін жөндеп тап-таза қыл, жүрген жерінде таза бол. Шаруа жасадың ба? Артын тазалап кет. Мен армияда болғанда біз сен әлгі атқаныңа, дәл атқаныңадан көрін, сол атқаныңнан тұрған жеріңді жинап қалай соған баға қоятын. Итоговый комплекс дейді ғой. Баға қойғанда сен аттың кеттің бәрін лақтырып тастап кетпейсің. Артын тап-таза қылдың ба? Міне соған бағаланады. Ол кезде кілең соғысқа қатынасқан үлкен адамдар болды, бізде командир бәрі өте основном еврейлер болды. Мен сол тәртіп болған. Үйде бір шаруа жасайын ба? Жасамастан бір күн ойланамын, бәрін дайындаймын, жасаймын, одан кейін бәрін жуып тазалап тастаймын. Солай болу керек. Сонда ғана біз экология мен табиғатты қадірлеп үйренеміз. Қазіргідей немен болмайды, психологияны өзгерту керек. Экологияны демей, қоршаған ортаны сыйламай алысқа бармаймыз. Жақсы аға, рахмет келгеніңізге, бүгінгі барлық сұраққа мардымды әрі шын көңіліңізбен жауап бергеніңізге тағы да алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, осымен біздің интеллектуалды сұхбатымыз тәмам. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.